Егер сіз турникке бір қолмен тартып үйренгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Басында айтып кетейін, турникке бір қолмен тартып үйрену үшін минимум бір ай уақыт қажет болады. Яғни 1, 3, тіпті 6 айдай уақыт талап етуі мүмкін. Соны ескергеніңіз жөн. Бір қолмен тартып үйренуді бастамас бұрын сізде база болу қажет. Яғни бұл 25-30 тартылу немесе сирек жағдайларда 20-25 тартылу. Және ескеретін екінші жағдай, бұл әрине бір қолмен ілініп тұру. Егер 15-20 секунд бір қолмен ілініп тұра алсаңыз, онда бір қолмен тартылу мүмкін болады. Егер жаттығуларға көшетін болсақ, бірінші жаттығу бізде қосымша салмақпен тартылу, бірақ бұл сіз ойлағандай өзіңіздің салмағыңызға тең қосымша салмақпен тартылу емес. Егер сіз 60 кг болсаңыз, бұл 60 кг қосымша салмақ қосу емес, сол салмақтың жартысы. Яғни 60 кг болсаңыз, бұл 30 кг қосымша салмақ, 50 кг болсаңыз 25 кг қосымша салмақ. Осындай тартылудың 5-еуін жасасаңыз жалпы жеткілікті болады. Ал екінші жаттығу бұл сүлгінің көмегімен тартылу, яғни бір қолыңызбен сүлгіні ұстап, екінші қолыңызбен кермен ұстайсыз. Сіздердің қолдарыңыздың күштері бір қолмен тартуға жеткіліксіз болғандықтан бұл жаттығу қолдарыңызға керекті нагрузка береді. Және қосатыным, тартылу барысында барынша кермен ұстаған қолыңыздың күшімен тартылуға тырысыңыз. Ал үшінші жаттығу менің ойымша ең эффективті жаттығулардың бірі. Бұл жаттығуды бір қолмен тартуды үйрену барысында көбірек жасағаныңыз жөн деп ойлаймын. Жаттығудың мәні екі қолмен кермен ұстап, иегіңізді асырып тартыласыз, және бір қолыңызды жіберіп, екінші қолыңыздың көмегімен баяу түсесіз. Жалпы бұл жаттығу кезінде сіздің қолдарыңыз түсу және көтерілу фазасына дайындалып, бұлшықеттеріңіз шынығады. Сонымен бұл бір қолмен тартылуды үйренуге арналған жаттығулардың екінші бөлімі немесе жалғасы. Кеттік. Тағы айтатыным, бірінші бөлімді мен профильге салдым, онда 3 жаттығуды көрсеттім. Енді ары қарай кетейік. Бұл төртінші жаттығу бицепске арналған, яғни бицепс 90 градустан жоғары көтерілген кезде жұмыс жасайды, ал арқа тартылудың барлық фазасында жұмыс жасайды. Арқаңыздың күші жеткіліксіз болған кезде бицепсті алдын ала шынықтыру үшін осы жаттығуды жасасаңыз болады. Яғни турникке қолыңыз 90 градус қойып секіресіз және иегіңізді кербеден асырып, раскачкамен немесе инерциямен болсын тартыласыз. Түскен кезде міндетті түрде қолыңызды толықтай жаю керек. Бұл 5-ші жаттығу тартылудың түсуге дейінгі соңғы фазасын күшейтуге және үстіңгі нүктеде бекітілуге көмектеседі. Бұл 6-шы жаттығу бір қолыңызға акцент, яғни назар беріп, екінші қолмен көмектесуге негізделген. Оңайған сайын бір-бір саусақтан алып тастай беріп, соңында бір қолмен тартыламыз. 7-ші қосымша жаттығу ретінде резинкамен, яғни жгутпен тартылуды ұсынамын. 8-ші қосымша жаттығу ретінде жгут немесе кез келген затты, мысалға ұзын сүлгінің турникке орап, көмекші қолыңызды біртіндеп түсіре беріп тартылуды ұсынамын.